Облыстық соттың жаңа тарихи кезеңі Қызылорданың дербес аймақ ретінде қалыптасуымен тығыз байланысты. Ел сеніміне ие болған би шешендердің ізімен сот жүйесі Сыр өңірінде 1938 жылы құрылды. Жаңадан құрылған облыстық сот төрағасы ретінде Ағдәулетов сайланса, одан кейінгі жылдары Мұхаммедалин, Қуанов, Иманғалиев, Әбжанов сынды саха мамандар жетекшілік етті. 1974 жылы Жұматай Ерімбетов төрағалық еткен тұста облыстық сот жас кадрлармен толықты. Сол жылдары салаға тарыдай болып келген Ибрагим Тоқболатов сот жүйесінен жиған тәжірибесі мен алған біліктілігінің нәтижесінде судьялықтан төрағалыққа дейін облыстық соттан жоғарғы сотқа дейінгі қызмет сатысынан сүрінбей өтті. Ал еліміз егемендікке қол жеткізіп, өзін тәуелсіз мемлекет ретінде жариялаған тұста облыстық сотқа Бекзатхан Асқаров, Мерғали Ыбыраев, Болат Сақалов, Мұхтар Есжанов, Қалидолла Шаухаров, Марат Сабырбаев, Нұрлан Қайырбеков, Қамбар Нұрышев сынды білікті судьялар төрағалық етті. Сыр елінің сот жүйесінде мүлтіксіз еңбек етіп, саланың қарқын алуына қызмет қылған әйел азаматтарды да ерекше атап өтуге тұрарлық. Ғалия Шыңғысова бастаған облыс соттарында Нұргүлсім Беспаева, Ким Ольга, Зина Жаңбыршаева және өзге де әйел азаматтар сот саласында еселі еңбек етті. Өткен ғасырдың 80-90 жылдары облыстың сот жүйесі күрделі кезеңді бастан өткерді. Сот процестерінің шамамен 90%-ға жуығы сот кабинетінде емес, өзге мекемелерде, тыстағы нысандарда жиі жүзеге асатын. Көшпелі сот отырыстарына мамандарды тасымалдайтын көлік тұрмақ, қалалық соттың жеке дара ғимараты жоқтың. Соған қарамастан судьялар әділдіктің шамын жағуға бар күш жүгерін жұмсай білді. Күнтізбеге жаңа ғасырдың орнауымен елімізде сот жүйесі қайта жаңғыра түсті. Облыстық сот сала-салаға жіктелді. Түрлі процестік істерді жүргізу мамандандырылған дербес соттарға жүктелді. Кеңес үкімет тұсында сот жүйесі 5 сатыны қамтыса, жаңарған, реформаланған жаңа жүйе 3 саты бойынша жүзеге асады. Әлемді жайлаған пандемия кезінде де аймақ соты тұралап қалған жоқ. Сындарлы сәтте сот жүйесі өзге де перспективалық салалар секілді онлайн практикаға көшіп, бұқарамен байланыста жұмыс жасады. 2016 жылдан бастап облыс аумағындағы сот кеңселері төрелік ақпараттық жүйесі бағдарламасы аясында сандық технологияға көшіп, деректерді автоматты түрде қабылдай бастады. Заманға сай сот процестерін дыбыс бейне таспаға түсіру мәселесі толық жолға қойылған. Бүгінде Сыр өңірінің судьялар корпусында 85 судья, 216 сот қызметкері жұмыс жасайды. Заң пәрменін берік ұстанған облыс сотының 85 жылдық белесі биік, алған асуы асқаралы. Әркез ашықтық пен әділдікті бас орынға қойған құзырлы орган қоғамды әділдікке, дау жанжалды доғаруға шақырудан еш жалыққан емес. Ендеше сындарлы сәтте де 3-ші билік атанған аймақ соты өз міндетін орнықты жалғастырып, сот әділдігін жүзеге асыруды тоқтатпақ емес.